Сәлем достар. Бүгін мен сіздермен чечевицаны суп дайындаймыз. Оны мінекей. Оған мен сразу уже дайындап қойдым. Не керек екенін мінекей. Қазының мякотын, сондай етін, мінекей, сәбіз, чеснок, сарымсақ, мына болгарскийлар, зелень, томатный паста, қара бұрыш. Мына қазір кеттік. Мен бірінші майын құйып алайын. Сіздермен бірге. Азырақ майын құйдық. Сосын етін саламыз. Мінекей етін қызартып неғып алдық, қуырып алдық. Енді пияз салып жатырық. Пиязын тоже солай әдемілеп қуырып аламыз. Сәбізін саламыз. Сәбізін де өлтіріп, әдемелеп, не қылып, кішкене жақсылап қуырып аламыз. Сәбізін де. Мінекей сәбізін де өлтіріп, әдемелеп қуырып алдық. Енді мынау болгарскийларды қосамыз. Енді бұны да араластырып, кішкене бұқтырып, бұны да қуырып аламыз. Мінекей болгарский перецті әдемілеп қуырып, өлтіріп алдық. Енді бұдан ары қарай қазір томатный паста құямыз. Енді бұны кішкене тағы да қуырып аламыз. Міне енді бәрін қуырылып болды. Қазір біз чесногын, тұзын, қара бұрышын сала саламыз. Бәрін бірге қосып сала салдық. Тағы біраз араластырып жібереміз да. Араластырып жіберіп, су құямыз. Мінекей су құйдық. Енді біраз бұл қайнау керек. Бір жарты сағат қайнайды. Сосын чечевицамыз саламыз. Міне достар, бәрі пісті. Енді чечевицамызды саламыз. Чечевицамызды дайындап қаламыз. Жуып. Чечевицаны білесіздер, 5-ақ минутта өзі піседі. Чечевица дегенің. Ол чечевицаны неге бұл сіздерге дайындап көрсетіп отқан? Чечевица білесіздер, өте пайдалы адамның организміне. Бұда чечевицада омега-3, омега-6, одан қаса аминокислоттар, витамин В1, железо, магний. Бұл действительно адам ағзасына не керек? Барлық зат осы чечевицада бар. Сондықтан осы чечевицаны көбірек жасап ішіңіздер. Мен сіздерге советім. Сосын тағы да несін, зелень сала саламыз. Болды, потому что 5-ақ минутта не қылады оны. Укропымыз да дайын. Неғылған укропымызды сала салайық.
Қазір міне 5 минутта болды. Достар, міне ас болсын. Осындай чечевица суымыз дайын болды.